Қайырлы күн. Бүгін біз математика пәнінен 69-шы сабақты қарастырамыз. Екі айырма бойынша белгісізді табуға берілген есептерге талдау жасаймыз және шығарамыз. Бірінші есепке назар аударайық. Қазақстандағы автокөлік құралдарын өндіретін ірі компаниялар қайда орналасқанын біл. Өрнектің мәнін есепте және тап дейді. Бірінші өрнектің мәні 300 болды. Ол Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласында орналасқан Азия автокөлік компаниясы екен. Екінші өрнектің мәні 80 болды. Ол Сарыарқа автоөндіріс компаниясы екен. Ол Қостанай облысы Қостанай қаласында орналасқан екен. Келесі екінші есепке назар аударайық. Есептерді шығар дейді. Бір жүк мәшинесі 150 тонна, екіншісі 100 тонна қиыршық тас жеткізді. Егер екіншісіне қарағанда біріншісі 2 рет артық қатынаған болса, онда әр жүк мәшинесі неше рет қатынаған? Алдымен есептің шартын құрып алайық. Бір жүк мәшинесі 150 тонна қиыршық тас жеткізіпті. Ал екінші жүк мәшинесі 100 тонна қиыршық тас жеткізіпті. Бірінші жүк мәшинесі екіншісіне қарағанда 2 рет артық қатынаған екен. Ендеше әр жүк мәшинесі неше рет қатынағанын табамыз. Ол үшін алдымен 150-ден 100-ді азайтып, бірінші мәшине қанша тонна тас қиыршығын артық әкелгенін тауып аламыз. Яғни 50 тонна артық әкелген екен. Енді 50-ді 2-ге бөліп, әр қатынағанда неше тонна қиыршық тас тасығанын тауып аламыз. Яғни 25 тонна. Бір рет қатынағанда 25 тонна тас жеткізеді екен. Енді 150-ді 25-ге бөлсек 6 болады. Бұл бірінші жүк мәшинесінің қатынағаны. 100-ді 25-ге бөлсек 4 болады. Бұл екінші жүк мәшинесінің қатынағаны. Яғни бірінші жүк мәшинесі 6 рет, екінші жүк мәшинесі 4 рет қатынаған екен. Енді осы екінші есептің әсіне назар аударайық. Фермер бірінші күні 72 килограмм, екінші күні 56 килограмм алма сатты. Екінші күні бірінші күнге қарағанда 2 жәшік алма кем сатылды. Әр күні қанша жәшік алма сатылған? Алдымен есептің шартын құрып алайық. Бірінші күні 72 килограмм алма сатылыпты, ал екінші күні 56 килограмм алма сатылыпты. Бірінші күнге қарағанда 2 жәшік алма кем сатылған екен. Яғни әр күні қанша жәшік алма сатылғанын табамыз. Ол үшін 72-ден 56-ны азайтып, екінші күні қанша килограмм алма кем сатылғанын тауып аламыз. Яғни екінші күні 16 килограмм алма кем сатылған екен. Енді 16-ны 2-ге бөліп, бір жәшікте неше килограмм алма барын анықтаймыз. Яғни бір жәшікте 8 килограмм алма бар екен. Енді 72-ні 8-ге бөлеміз. Бірінші күні қанша жәшік алма сатылғанын табамыз. Бірінші күні 9 жәшік алма сатылған екен. Енді 56-ны 8-ге бөліп, екінші күні неше жәшік алма сатылғанын табамыз. Екінші күні 7 жәшік алма сатылған екен. Енді жауабын жазайық. Бірінші күні 9 жәшік алма, екінші күні 7 жәшік алма сатылған екен. Келесі үшінші есепке назар аударайық. Есепті шығар дейді. Бір орамда 12 метр, ал екіншісінде дәл сондай 17 метр мата бар. Бірінші орамға қарағанда, екінші орам 3750 теңгеге қымбат. Әр орам қанша теңге тұрады? Алдымен есептің шартын құрып алайық. Бірінші орамда 12 метр мата бар екен, ал екінші орамда 17 метр мата бар екен. Екінші орам бірінші орамға қарағанда 3750 теңгеге қымбат екен. Әр орам қанша теңге тұратынын табамыз. Алдымен 17-ден 12-ні азайтып, екінші орамда неше метр мата артық екенін тауып аламыз. Яғни екінші орамда 5 метр мата артық екен.
Енді 3750-ді 5-ке бөліп, 1 метр мата бағасы қанша теңге тұратын тауып аламыз. Яғни 1 метр мата бағасы 750 теңге тұрады екен. Келесі 750-ді 12-ке көбейтіп, бірінші орамда неше теңге төлеген тауып аламыз. Яғни бірінші орамға 9000 теңге төлеген екен. Енді 750-ді 17-ге көбейтіп, екінші орамға неше теңге төлеген тауып аламыз. Яғни екінші орамға 12750 теңге төлеген екен. Жауабын жазайық. Бірінші орам 9000 теңге, екінші орам 12750 теңге тұрады екен. Келесі 4-ші есепке назар аударайық. Есептерді шығар дейді. Тігін фабрикасында спорттық күрте мен шалбар тігілді. Әр бұйымға бірдей мөлшерде мата жұмсала отырып, 180 шалбар, 120 күрте тігілді. Егер күртеге қарағанда шалбарға 120 метр мата артық жұмсалған болса, олардың әрқайсына қанша метр мата жұмсалған? Яғни 180 шалбар және 120 күрте тігілген екен. Күртеге қарағанда шалбарға 120 метр мата артық жұмсалған екен. Олардың әрқайсына қанша метр мата жұмсалғанын табамыз. Ол үшін 180-нен 120-ны азайтып, қанша шалбар артық тігілгенін тауып аламыз. Яғни 60 шалбар артық тігілген екен. Енді 120-ны 60-қа бөліп, бір бұйымға қанша метр мата кеткенін анықтап аламыз. Демек, бір бұйымға 2 метр мата кеткен екен. Енді 180-ді 2-ке көбейтіп, барлық шалбарға кеткен матаны табамыз. Яғни барлық шалбарға 360 метр мата жұмсалған екен. Енді 120-ны 2-ке көбейтіп, барлық күртеге неше метр мата кеткенін табамыз. Яғни барлық күртеге 240 метр мата кеткен екен. Жауабын жазамыз. 180 шалбарға 360 метр мата, 120 күртеге 240 метр мата жұмсалған екен. Енді осы 4-ші есептің әсіне назар аударайық. Тігін фабрикасында ұлдар мен қыздарға арналған спорттық костюмдар тігілді. Ұлдардың костюмына 560 метр, ал қыздардыкіне 440 метр мата жұмсалды. Қыздардыкіне қарағанда ұлдарға 30 костюм артық тігілді. Ұлдар мен қыздардың әрқайсысына қанша костюм тігілді? Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Ұлдардың костюмына 560 метр мата жұмсалған екен, ал қыздардың костюмына 440 метр мата жұмсалған екен. Қыздарға қарағанда ұлдарға 30 костюм артық тігілген екен. Ұлдар мен қыздардың әрқайсына қанша костюм тігілді дейді. Ол үшін 560-тан 440-ты азайтып, ұлдар костюмына қанша метр мата артық жұмсалғанын тауып аламыз. Яғни ұлдардың костюмына 120 метр мата артық жұмсалған екен. Енді 120-ны 30-ға бөліп, бір костюмға неше метр мата жұмсалғанын табамыз. Яғни бір костюмға 4 метр мата жұмсалған екен. Енді 560-ты 4-ке бөліп, қанша ұлдар костюмы тігілгенін тауып аламыз. Яғни 140 ұлдар костюмы тігілген екен. Келесі 440-ты 4-ке бөліп, қанша қыздар костюмы тігілгенін тауып аламыз. Яғни 110 қыздар костюмы тігілген екен. Келесі 5-ші есепке назар аударайық. Есепті шығар, кері есеп құрастыр дейді. Саяжай жерінің ұзындығы 54 метр, ені 45 метр. Жер телімінің 5-тен 1 бөлігіне бұта, ал қалған бөлігіне көкөніс отырғызылған. Жер телімінің қанша квадрат метріне көкөніс отырғызылған? Алдымен есептің шартын құрып алайық. Саяжай жерінің ұзындығы белгілі 54 метр, ені белгілі 45 метр, алдымен ауданын тауып аламыз.
осы жер телімінің 5-тен 1 бөлігіне бұта отырғызылған екен, ал қалғанына көкөніс отырғызылған екен. Көкөніс неше квадрат метр жерге отырғызылғанын табамыз. Ол үшін алдымен 54-ті 45-ке көбейтіп, саяжай жерінің ауданын тауып аламыз. Яғни саяжай жерінің ауданы 2430 квадрат метр екен. Енді 2430 квадрат метрді 5-ке бөліп, қанша жерге бұта отырғызылғанын тауып аламыз. Яғни 486 квадрат метр жерге бұта отырғызылған екен. Енді барлық жер телімінің ауданынан 2430 квадрат метрден 486 квадрат метрді азайтамыз. Сонда 1944 квадрат метр. Яғни 1944 квадрат метр жерге көкөніс отырғызылған екен. Келесі 6-шы есептің астына назар аударайық. Электр энергиясына қанша ақша төленетінін есептеп көр дейді. Әр үйде электр есептеуіш құрал бар. Электр есептеуіш қанша электр энергиясы жұмсалғандығын көрсетеді. Электр энергиясы шығынын төлеу үшін құралда көрсетілген сан алынды. Ол сағатына 1229 киловаттқа тең болды. Алдыңғы көрсеткіш сағатына 1084 киловатт болатын. Егер 1 киловатт сағат 16 теңге болса, онда электр энергиясына қанша ақша төленді? Әр ай сайын осындай шығын болатын болса, бір жылға қанша төленеді? Алдымен есептің шартын құрып алайық. Электр есептеуіш құралдың кейінгі көрсеткіші сағатына 1239 киловатт екен. Бұны В деп белгілейік. Ал алдыңғы көрсеткіші сағатына 1084 киловатт екен. Бұны В1 деп белгілейік. В2 белгісіз. Және сағатына 1 киловатт энергияның бағасы 16 теңге екен. Бұны Т деп қояйық уақыты. Яғни біз бір жылға қанша теңге төлейтінін табамыз. Алдымен 1229 киловаттан 1084 киловатты азайтып, сағатына қанша киловатт есептейтінін табамыз. Яғни сағатына 145 киловатт екен. Енді осы 145-ті 16-ға көбейтіп, бір айда қанша теңге төлейтінін тауып аламыз. Яғни бір айда 2320 теңге төлейді екен. Енді 12 айды табу үшін 2320-ны 12-ке көбейтеміз, 27840 болады. Яғни бір жылда 27840 теңге төлейді екен. Келесі 6-шы есептің әсіне назар аударайық. Үйдегі электр энергиясына төленген түбіртекті қарап, зерттеу жүргіз дейді. Кесте құрып оған бір жыл бойындағы әр айдың мәліметтерін түсір. Яғни кестеде күні, есептегіштің көрсеткіші, жұмсалған электр энергиясы және төлем қанша теңге төленгені көрсетіліп тұр. Төлем мөлшері қайсы айда көп болғанына назар аудар, қыста ма, жазда ма, неге олай деп ойлайсың дейді. Яғни осы 6-шы есептің әсін әркім өзінің есептегіш көрсеткішіне қарап есептеп шығарса болады. Келесі 7-ші есепке назар аударайық. Есепте жауаптарын сандықшадан тап дейді. Яғни 499.800-ге 700 қоссақ 500.500 болады. 299.930-ға 80-ді қоссақ 300.010 болады. 799.930-дан 60-ты азайтсақ 799.870 болады. 699.994-ге 8-ді қоссақ 700.002 болады. 300.006-дан 9-ды азайтсақ 299.997 болады. 300.400-ден 800-ді азайтсақ 299.600 болады. 399.996-ға 7-ні қоссақ 400.003 болады. 800.002-ден 8-ді азайтсақ 799.994 болады. 900.065-ден 90-ды азайтсақ
899.975 болады. Келесі 500.250-ден 700-ді азайтсақ, 499.550 болады. Келесі 699.750-ге 500-ді қоссақ, 700.250 болады. Келесі 899.965-ге 70-ді қоссақ, 900.035 болады. Яғни есептердің жауаптарының барлығы сандықшада кездеседі екен. Келесі 8-ші есепке назар аударайық. Өнімділікті табуға берілген есептерді қалай шығарылатынын есіңе түсір. Кестені қара, есеп құрастыр. Әр есепті шығару үшін қолданылатын формулаларды жаз дейді. Арман сорпа ішіп отыр. Ол минутына 10 қасық сорпа ішеді екен. 5 минутта қанша қасық сорпа ішетінін тап дейді. Яғни Арманның минутына қанша қасық сорпа ішетіні белгілі. Яғни өнімділік белгілі, минутына 10 қасық. Және уақыт белгілі 5 минут. Арман 5 минутта қанша сорпа ішетінін тап дейді. Яғни аны тап дейді. Аны табу үшін өнімділікті уақытқа көбейтеміз. Ол үшін 10-ды 5-ке көбейтеміз, 50 болады. Яғни Арман 5 минутта 50 қасық сорпа ішеді екен. Келесі кесте бойынша есеп шығарайық. Әлия кітап оқып отыр. Ол 1 минутта неше бет оқитыны белгісіз. Ал 40 минутта кітаптың 80 бетін оққан екен. Әлияның 1 минутта кітаптың неше бетін оқитынын табамыз. Яғни бұл жерде уақыт белгілі 40 минут, жұмыс белгілі 80 бет, өнімділік белгісіз. Өнімділікті табу үшін жұмысты уақытқа бөлеміз. Аны тыға бөлеміз. Ол үшін 80 бетті 40 минутқа бөлеміз. Сонда минутына 2 бет болады. Әлия минутына 2 бет оқиды екен. Келесі кестеге қарайық. Айна мысалдар шығарып отыр. Минутына 6 мысал шығарады екен. Айна 30 мысалды неше минутта шығарады? Әлияның минутына 6 мысал шығаратыны белгілі. Яғни өнімділігі белгілі. 30 мысалда неше минутта шығарады дейді. Жұмыс белгілі, 30 мысал, уақыты белгісіз. Уақытты табу үшін жұмысты өнімділікке бөлеміз. Ол үшін 30-ды 6-ға бөлеміз, 5 болады. Яғни айна 30 мысалды 5 минутта шығарады екен. Келесі 9-шы есепке назар аударайық. Талдау жүргіз дейді. Су ағатын шүмек бұзылған жағдайда тәулігіне 150 литр таза ауыз су босқа ағып кетеді. Ешқандай пайда әкелмей, 672 сағат ішінде қанша ауыз су кәріз құбырына ағып кететінін есепте дейді. Яғни бір тәулікте 150 литр таза су ағып кетеді дейді. 672 сағатта неше литр су ағып кететінін табамыз. Ол үшін 672 сағатта тәулікке айландырып аламыз. Бір тәулікте 24 сағат бар. Сондықтан 672 сағатты 24 сағатқа бөлсек, 28 тәулік. 672 сағатта 28 тәулік бар екен. Енді осы 28-ді 150-ге көбейтеміз, 4200 болады. Яғни 672 сағат ішінде 4200 литр ауыз су ағып кетеді екен. Келесі 10-шы тапсырмаға назар аударайық. Ойлан және жауап бер дейді. 3 адам өзара 21 бөшкені бөлісіп алуы қажет. Бөшкелердің 7-уінде бал толы, 7-уіне бал жартылай құйылған, ал 7-уі бос. Олар өзара бөшкелер мен балды әрқайсында бірдей мөлшерде балда бөшкеде болатындай бөлісе алама. Яғни бұл сұрақтың жауабы әрқайсысы бірдей мөлшерде балда бөшкеде болатындай бөлісе алады. Толы бөшке 7 екен, жартылай бөшке 7 екен, бос бөшке 7 екен. Алдымен бірінші адамға 3 толы бөшке, 1 жартылай бал бар бөшке, 3 бос бөшке береміз. Сонда 3,5 бөшке бал, 3 бос бөшке алды.
Екінші адамға да дәл осылай береміз. 3 толы бөшке, 1 жарты бөшке бал, 3 бос бөшке. Сонда 3 жарым бөшке бал және 3 бос бөшке алды. Үшінші адамға 1 толы бөшке бал, 5 жарты бөшке бал береміз. 5 жарты бөшке балды біріктірсек, 2 жарым бөшке бал болады. 1 толы бөшкені қосқанда 3 жарым бөшке бал болды, және 1 бос бөшке болады. Яғни әр адам 7 бөшкеден алады екен, оның 3 жарым бөшкесін балмен алады екен. Келесі 11-ші есепке назар аударайық. Есепті шығар дейді. Тігін фабрикасында 1536 метр сұр түсті және 2952 метр қоңыр түсті матадан костюмдар тігілді. Сұр костюмға қарағанда 472 қоңыр костюм артық тігілді. Қанша сұр және қанша қоңыр түсті костюмдар тігілді? Яғни сұр түсті матадан 1536 костюм тігіліпті, қоңыр түсті матадан 2952 костюм тігіліпті. Сұр түсті костюмға қарағанда қоңыр түсті костюм 472 артық тігіліпті. Яғни қанша сұр түсті, қанша қоңыр түсті костюмдар тігілгенін табамыз. Ол үшін 2952-ден 1536-ны азайтып, қанша қоңыр түсті мата артық екенін тауып аламыз. Яғни 1416 метр қоңыр түсті мата артық екен. Енді 1416-ны 472-ге бөліп, бір костюмға неше метр мата кететінін тауып аламыз. Яғни бір костюмға 3 метр мата кетеді екен. Енді 1536-ны 3-ке бөліп, қанша сұр түсті костюм тігілгенін тауып аламыз. Яғни 512. 2952-ні 3-ке бөліп, қанша қоңыр түсті костюм тігілгенін тауып аламыз. 984. Яғни 512 сұр түсті, 984 қоңыр түсті костюмдар тігілген екен. Достар, менің сабағым ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Каналымды жоғалтып алмас үшін осы каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонда келесі сабақтың есептері жауаптарымен сіздерге көрініп тұратын болады.